بسم الله الرحمن الرحيم Yunus сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم Әлиф, ләм, ра. Міне, бұлар даналыққа негізделген хикметті кітаптың аяттары. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين Араларыңнан бір кісіге, адамдарға Алланың азабының тым ауыр екендігін айтып, ескерт, һәм мүміндерді иман келтіргендігі және шынайылығы үшін Раббыларының құзырында сенімді орынға ие екендігін айтып сүйіншіле деп уақи еткеніміз адамдар үшін сонша таңғаларлық нәрсе ме? Сол үшін кәпірлер бұл расында да апанық сиқыршы деп айтуда ма? إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون Шүбәсіз сендердің Раббыларың Алла. Ол күллі аспан әлемі мен жерді 6 күнде жаратты. Содан кейін аршқа истәуа етті. Яғни, аршқа шексіз билігін жүргізді. Аршпен бірге күллі жаратылыс атаулыны толық меңгеріп шексіз үкімін жүргізді. Сөйтіп, күллі болмыстың жалғыз билеушісі ретінде аспан әлемі мен жердегі жаратылыс атаулының тізгінін ұстап барлық істі бір өзі жүргізеді. Оның рұқсатынсыз бірде-бір шапағатшы ара түсіп, шапағат ете алмайды. Міне сендердің Раббыларың осындай Алла. Ендеше оған құлшылық етіңдер. Әлі де болса осынау ақиқаттар жайлы ойланып, ғибрат алмайсыңдар ма? إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Түбінде барлығың оған қайтасыңдар. Бұл Алланың міндетті түрде орындалатын хақ уәдесі, ол жан біткенді жоқтан жаратады. Содан кейін оны өлгеннен соң қайта тірілтеді. Иман келтіріп, игі істер атқарғандардың еңбегін әділ бақылап, сый-сияпатқа бөлеу үшін қайта тірілтеді. Ал күпірлік қылғандарға келсек, өлгенше күпірліктен арылмағандықтан сыбағалары қайнаған сумен тым ауыр азап болмақ. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون Ол күнді шуақ шашқан жарық, ал айды күннен нәр алған нұр етіп жаратты. Және жылдардың саны мен уақыттың есебін біліп жүрулерің үшін оған бір қатар кезеңдер межелеп қойды. Алла бұларды бостан босқа емес, белгілі бір мақсатта ғана ақиқат һәм мызғымас жүйе негізінде жаратты. Алла тағала білетін әрі білгісі келетін қауым үшін аяттарды осылайша жан-жақты баяндап түсіреді.
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Расында, түн мен күннің алма кезек ауысып, ұзарып қысқаруында, һәм Алланың күллі аспан әлемі мен жер бетінде жаратқан әрбір жаратылыс пен құбылыста Аллаға қарсы келуден қорқатын тақуа жандар үшін Алланың шексіз құдіреті мен билігін көрсететін көптеген ғибрат аларлық белгілер мен дәлелдер бар. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Алайда, бізге қауышуды қаламайтын, тіпті ойына да алмайтын һәм дүниенің қу тіршілігіне разы болып, соған көңілі толып, ғибратқа толы аяттарымыздан бейхабар күйде жүрген ғапылдар да бар. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Өз қолымен істеген күнәлері себепті, олардың ақырында барып паналайтын жері тозақ оты болмақ. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Ал иман келтіріп, игі істер атқарғандарды Раббылары шынайы иманы үшін мақсат мұраттарына жеткізетін тура жолға салады. Соңында сансыз нығметке толы жәннат бақшаларында олардың аяғының астында өзендер ағып жатады. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Олардың жұмақтағы дұға мінәжаттары: Субханака, уа Раббымыз, сен мінсізсің, қателік пен кемшілік атаулыдан адасың деген дұға және бір-біріне айтатын ізгі лебізі мен қошеметі қашанда сәлем, бейбітшілік, есендік тілеу болмақ. Барлық дұға мінәжаттары Әлхамдулиллахи Раббил Әләмин. Күллі мадақ, шексіз шүкірлік күллі әлемнің Раббысына ғана арналады деген сөзбен тамамдалады. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Егер Алла адамдардың асығыстық жасап, жақсылықтың әп-сәтте бола қалғанын тілегеніндей лайықты жазасын да бірден беретін болса, олардың ажалы демде жетіп көзі жойылар еді. Алайда, бізге қауышуды қаламайтын, тіпті ойламайтындарды бірден жазаламай, азғындыққа салынып, адасқан күйде мәңгіріп жүре беруіне мұрсат береміз. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Адам баласы қиындыққа тап болса, жантайып жатып та, отырып та, тікесінен тік тұрып та, бізге үнемі дұға етіп, жалбарынумен болады. Ал дұғасын қабыл алып, қиындықтан құтқарғанымызда, басына келген бәледен құтылу үшін, бізге еш дұға етпеген адамдай, біз баяғы қалпына қайта түсіп, түк болмағандай жүре береді. Міне осылайша, Алланың өздеріне берген өмір, ақыл, денсаулық, қабілет сынды баға жетпес нығметтерін орынсыз пайдаланып, шектен шыққандарға істеп жүрген істері шайтан тарапынан безендіріліп, кереметті етіп көрсетілді.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Сендерден бұрынғы дәуірлерде қаншама қауымды өздеріне келген пайғамбарлары анық дәлелдермен келсе де, оларды мойындамай озбырлық қылғандығы һәм иман етпеуге бел буғандығы үшін жермен жексен еткен едік. Міне, күнәға белшесінен батқан күнәһар қауымның сазайын осылай береміз. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Сөйтіп олардан кейін сендердің де не істейтіндеріңді көрейік деп, сендерді олардың орнына жер бетінде халифа қылдық. Яғни жер бетіндегі жаратылыс атаулыға үкім жүргізіп, жер бетін көркейтетін Алланың өкілі еттік. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Алайда, аяттарымыз өздеріне анық дәлелдер түрінде оқылғанда, бізге қауышуды қаламайтын, тіпті оған сенбейтіндер елшімізге, бізге бұдан басқа Құран әкел, не мұны өзгерт деп талап қойды. Оларға, мен мұны өздігімнен өзгерте алмаймын. Мен өзіме не уахи етілсе, тек соны ғана басшылық қаламын. Сондай-ақ сендерге еріп, Раббыма қарсы келсем, ұлы күннің ауыр азабына ұшыраймын ба деп қорқамын деп айт. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Сондай-ақ оларға, егер Алла менің оқығанымды қаламаса, мен сендерге оны оқып бере алмас едім, және Алла сендерге оны білдірмес еді. Сонымен қатар, бұған дейін араларыңда қаншама жыл өмір сүрдім. Бұрын соңды өздеріңе мұндай кітапты оқығанда бір ауыз өтірік айтқан демеспін. Өздерің сәл болса да ақылға салып ойланбайсыңдар ма деп айт. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Өз ойынан өтірік айтып, соны Аллаға теңегеннен, яғни Алланың сөзін бұрмалағаннан, немесе Алланың аяттарын жалғанға шығарғаннан асқан залым бар ма? Шүбәсіз күнәға белшесінен батқан күнәһарлар түбінде оңбайды һәм әсте мақсат мұратына жетпейді. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Олар Алланы былай қалдырып, өздеріне зиян да пайда да келтіре алмайтын нәрселерге табынады, һәм бұлар Алланың құзырында бізге ара түсер шапағатшыларымыз, һәм бізді оған бар болған, һәм бізді оған жақындататын дәнекерлеріміз дейді. Оларға, сонда сендер күллі аспан әлемі мен жерде бар болған, алайда өздеріңше Алла білмейді деп ойлаған нәрселеріңді Аллаға білдірмексіңдер ме деп айт. Ол мінсіз, кемшілік атаулыдан ада, һәм олардың өзіне серік етіп қосқандарынан аулақ, әрі әлде қайда асқақ.
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. Негізінен адам баласы кезінде сенімі мен ділі бір ғана үмбет еді. Кейін келе, әр алуан сенімді ұстанғандықтан араларында келіспеушілік туындап, жік-жікке бөлініп кетті. Егер Раббыңның адам баласына қатысты ақтық үкімінің ақиретте берілетіндігіне байланысты алдын ала айтқан кесімді сөзі әрі байламы болмағанда, олар өзара таласып тартысқан мәселелеріне қатысты кесімді билік баяғыдан бері айтылып, теріс жолда болғандар лайықты сазайларын тартар еді. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Сөйте тұра олар, оған Раббысынан ерекше бір мұғжиза түссе қайтет дейді. Сөйте тұра олар, оған Раббысынан ерекше бір мұғжиза түссе қайтет дейді. Оларға ғайып әлемі бір Алланың ғана қолында, не істеймін десе де, алдағы уақытта не боларында бір өзі ғана біледі. Ал ендеше күтіңдер, мен де сендермен бірге әліптің артын бағамын деп айт. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. Ол имансыздарға бастарына келген бір қиындықтан кейін мейіріміміз түсіп, нығмет пен есендіктің дәмін таттырсақ болды. Бірден аяттарымыз жайында бір қатар қулық сұмдық ойластыра бастайды. Оларға Алла тағала ойластырған қулық сұмдықтарыңды жүзеге асырып үлгерместен, яғни көген басынан асырмай, дереу сазайларыңды береді деп айт. Еш күмәндарың болмасын, періштелеріміз барлық айла қулықтарыңды жазып алуда. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Сендерді құрлықта да, теңізде де, ерсілі-қарсылы жүргізетін бір Алла. Өздеріңнің кемеге мінген кездеріңді ойлаңдар. Кемелер сондай жайлы, оңынан тұрған желмен жолаушыларын алып жүзіп бара жатады. Ішіндегі жолаушылар сондай жайлы, желдің оңынан тұрғанына қуанып, көңілдері тасып келе жатқанда, кенет қатты дауыл тұрады. Жан-жақтан қаумалап соққан таудай толқындардың арасында қалған жолаушылар өздеріне құрсау салынғанын һәм одан құтылудың мүмкін еместігін түсінеді. Алланың хақ дінін толық мойындаған күйде, оған шын көңілден жалбарынып, егер бізді осыдан құтқарып, аман алып шықсаң, өзіңе әрдайым шүкіршілік ететін құлдарың боламыз деп ант етеді. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ
متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. Алла оларды осынау апаттан құтқарған соң, олар баяғы әдетіне басып, жер бетінде нақақтан нақақ сойқан салып бұзақылық жасайды. Уа адамдар, біле білсеңдер, салған сойқандарың мен істеген бұзақылықтарыңның кесірі тек өздеріңе ғана тиеді. Сөйтіп жүріп, бар тапқандарың дүниедегі қу тіршіліктің өкінішті қызығы мен бұйым боқшасы ғана болмақ. Ақыр соңында барлығың бізге қайтасыңдар. Сонда дүниеде не істеп не қойғандарыңды өздеріңе түгелдей мәлім етеміз де жауапқа тартамыз. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Біле білсеңдер, сендер қызыққан дүниедегі қу тіршіліктің мысалы мынандай. Аспаннан су түсіреміз. Сол арқылы адамдар мен жан-жануарлар қорек ететін өсімдік атаулы араласа қаулап өсіп өнеді. Сөйтіп, жер беті құлпырып түрлі түсті. Әр алуан жемістермен ажары кіргенде, бау-бақша, егістік алқаптарының иелері нық сеніммен жақсы өнімге қол жеткіздік, енді оны жинап аламыз деп ойлайды. Алайда түнде, яки күндіз тосыннан барлығын тас-талқан етуге қатысты пәрменіміз шығады да, ол жерді күні кеше ғана жайқалып құлпырып тұрмағандай етіп, егіні түбімен орылып тып-типыл болған қу тақырға айналдырамыз. Міне біз ақылға салып ойланатын һәм ғибрат алатын қауым үшін аяттарымызды осылайша жан-жақты баяндаймыз. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Алла құлдарын бейбітшілік пен есендік мекені жұмаққа шақырады, және қалағанын тура жолға салады. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوهكم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Алланың өзін көріп бақылап тұрғанын терең сезіне отырып, үнемі игілік жасап, жақсылық істегендерге ең керемет сый, жәннат, және одан да артық сый, Алланың жамалын тамашалау бұйырады. Олардың жүзіне бірде-бір қара дақ түспейді. Һәм өздерін масқара ететін қорлыққа да тап болмайды. Міне солар жұмақтықтар. Олар сонда мәңгі бақи қалады. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتزهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ал көп жамандық істеп, күнәға батқандар істеген жамандықтарының ғана қарымын алады, һәм өздерін сор жеңіп, әбден қор болады. Алланың алдында олардың бірде-бір қорғаны жоқ. Олардың жүзі бейне тас қараңғы бір түннің қат-қабат түнектермен қапталғандай қарайып кетеді. Міне солар тозақтықтар.
Olar sonda мәңгі baqi qalad. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Ол күні олардың барлығын қайта тірілтіп, ғарасат майданына жинаймыз. Содан кейін Аллаға серік қосқандарға: сендер де, Аллаға серік етіп қосқан құдайларың да орындарыңнан тапжылмаңдар деп бұйырамыз. Сөйтіп, мүміндер мен олардың арасын, сондай-ақ олар мен дүниеде табынған жалған құдайларының арасын толықтай айырдық. Сонда олардың Аллаға серік етіп қосқан құдайлары: расында сендер дүниеде бізге табынған жоқсыңдар. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. Арамызда куә ретінде бір Алла жетеді. Біз сендердің бізге табынғандарыңнан мүлдем бейхабар едік деп айтады. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Сол жерде әрбір жан бұрын соңды істеген істермен сыналады. Дүниеде жүргенде істеген істермен бетпе-бет келеді. Барлығы шын иелері болған Аллаға қайтарылады. Өз ойынан шығарған жалған құдайлары да оларды тәрк етіп көзден ғайып болды. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. Уа Мұхаммед, олардан: сендерді көктен һәм жерден ризықтандыратын кім? Есту қабілеттерің мен көздеріңнің шынайы иесі кім? Өліден тіріні, тіріден өліні кім шығаратын? Сондай-ақ, болмыстағы барлық істерді реттеп, жолға қойып, күллі ғаламды меңгеріп тұрған кім деп сұра. Барлығы бір ауыздан бір Алла деп тіл қатады. Ендеше оларға: өздерің ұстанған мына жолдың ақыры не болар екен деп уайым жемейсіңдер ме? Оның азабынан қорықпайсыңдар ма деп айт. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Міне, осының бәрін істейтін сендердің шын Раббыларың Алла. Ақиқаттың шегінен ара асқанда адасушылықтан өзге не бар дейсің? Олай болса, қалай ғана ақиқаттан басқа жаққа бағытталудасыңдар? Қалай ғана тура жолдан тайдырылудасыңдар? كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Міне, Раббыңның тура жолдан тайған пасықтар жайлы: олар әсте иман етпейді деген сөзінің кесімді үкімінің мәні мен хақ екені осылайша айқындалды. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. Уа Мұхаммед, мүшріктерден Аллаға серік етіп қосқан құдайларыңның арасында жаратылысты жоқтан жарататын һәм оны өлгеннен кейін қайта тірілте алатын бар ма деп сұра. Оларға: бір Алла ғана жаратылыс атаулыны жоқтан жаратады һәм оларды өлгеннен кейін қайта тірілтеді деп айт. Ендеше осынау ақиқатты қалай ғана бұрмалап, жалғанға шығарасыңдар? Мұндай іске сендерді не итермелейді? قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Сондай-ақ мүшіріктерге Аллаға серік етіп қосқан құдайларыңның арасында ақиқатқа жеткізетін бар ма деп сұра. Оларға бір Алла ғана ақиқатқа жеткізеді. Ендеше өздерің айтыңдаршы, ақиқатқа жеткізетін соңынан ерген дұрыс па? Әлде қолынан ұстап жетелеп, ақиқатқа жеткізбесе, өздігінен ақиқатқа жете алмайтынға ерген дұрыс па? Сендерге не болған? Қалай ғана қате ұйғарым жасайсыңдар деп айт. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Анығында, олардың көпшілігі негізсіз құрғақой мен болжамның ғана жетегінде жүреді. Ал құрғақой мен құр болжам болса, ақиқаттың қасында түкті емес. Шүбәсіз, Алла олардың не істеп, не қойып жүргенін толық білуші. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Бұл Құранды Алладан өзге біреудің өз ойынан шығаруы, һәм содан кейін сол ойдан шығарылған нәрсенің Аллаға телінуі ақылға сыймайды, мүмкін емес. Алайда ол өзінен бұрын түскен иләһи кітаптарды әу бастағы адамның қолымен өзгеріске ұшырамаған қалпын растаушы, һәм барлық иләһи кітаптарға алтын қазық болған негіздерді ашып түсіндіруші, онда күмәнданатын еш нәрсе жоқ. Ол әлемнің Раббысы тарапынан түсірілген қасиетті кітап. أم تقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Әлде олар, оны Мұхаммед өз ойынан шығарды дей ме? Уа Мұхаммед, оларға, егер сөздерің рас болса, қане соған ұқсас бір сүре құрастырып әкеліңдер һәм Алладан өзге жәрдемге шақыра алатындарыңның бәрін шақырыңдар деп айт. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Жоқ, олар өз сөздеріне сенімді емес. Олар ол кітап жайлы нақты әрі толық біліп алмай тұрып, және оның мән мағынасы өздеріне толық ашылмай жатып, яғни оны басшылыққа алып, алмаудың нәтижесін пайымдап ескерместен оны бірден жалғанға шығарды. Олардан бұрынғылар да өздеріне келген кітаптарды осылай жалғанға шығарған болатын. Ендеше, осындай залымдардың ақырының не болғанына зер салып қара. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. Олардың, меккеліктердің арасында Құранға сенетіндер һәм келешекте иман келтіретіндер бар болғандай, оған мүлдем сенбейтін һәм әсте иман етпейтіндер де бар. Раббыларың сол лаң салушы бұзақыларды өте жақсы біледі. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Егер олар сені өтірікші санап, айтқандарыңды жалғанға шығарудан танбаса, оларға, менің істеген істерім өзіме, сендердікі өзіңе, менің істеп жүрген істеріме сендердің қатыстарың жоқ. Сондай-ақ сендердің істеріңе менің ешқандай қатысым жоқ, яғни сендер менің істеріме, мен де сендердің істеріңе жауапты емеспін деп айт.
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. Олардың арасында сөзіңді тыңдау үшін қасыңа, жаныңа келетіндер де бар. Алайда, ақылға салып ойланбайтын болса, естімейтін саңырауларға сен сөзіңді қалай естіртпексің? ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. Сондай-ақ, олардың арасында саған қарайтындар да бар. Алайда олар, ақиқатты көрмейтін көрсоқыр болса, сен оларды тура жолға қалай салмақсың? إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Шүбәсіз, Алла адамдарға зәредей қиянат жасамайды. Алайда адамдар Аллаға қарсы келіп, аслық қылу арқылы өз-өздеріне қиянат жасайды. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. Алла олардың барлығын қайта тірілтіп, қарасат майданына жинайтын күні, тұла бойларын үрей билейтіні соншалық, өздерін дүниеде күндіз аз ғана уақыт тұрғандай және сол аз уақыт ішінде бір-бірімен тек танысып біліскендей ғана және бір-бірін ұмытып үлгермегендей сезінеді. Алайда Аллаға қауышуды жоққа шығарғандар, шүбәсіз екі дүниеде де зиянға ұшырап, сорлап қалады. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. Уа Мұхаммед, оларға уәде еткен азабымыздың кейбірін көзіңнің тірісінде саған көрсететін болсақ, яки көрсетпей-ақ сені о дүниеге аттандырсақ не өзгереді дейсің? Қайткен күнде де, ақыр соңында олардың қайтар жері біздің құзырымыз. Сондай-ақ Алла олардың не істеп не қойып жүргеніне толық куә. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Әр үмбетке бір елші пайғамбар бекітілген. Әрбір елші пайғамбар өз үмбетіне келгенде, адамдардың бір бөлігі оған иман келтіріп, енді бір бөлігі иман етпейді. Нәтижесінде, олардың арасында қарағылды қақ жарған әділ үкім шығарылады әрі ешкімге қиянат жасалмайды. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Алайда ол кәпірлер, егер айтқандарың рас болса, бұл қорқынышты уәде қашан орындалады дейді. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Оларға, Алла қаламайынша, мен басыма келетін бірде-бір кесапаттың бетін қайтара алмаймын, өз-өзіме ешбір пайда да келтіре алмаймын. Әрбір үмбет үшін белгіленген мерзім бар, яғни әр үмбеттің өз ажалы бар. Сол мерзім толып, ажалы жеткенде, олар оны бір сәтке болсын кейінге шегере алмайды, тездете алмайды. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. Оларға оның азабы бастарыңа түнде немесе күндіз аяқ астынан келе қалса, не істей аласыңдар деп айт. Ендеше, күнәға белшесінен батқан күнәһарлар несіне сеніп, Құдайдың жазасының дереу жеткенін қалауда. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.
әлде келетін азап келіп болар іс болғаннан кейін Аллаға иман етпексіңдер ме? Сол күні сендерге енді ғана ма? Кеш қалдыңдар ма? Бұл жазаның жылдам келуін өздерің қаламап бедіңдер делінеді. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Содан кейін ол залымдарға енді тартыңдар мына мәңгілік азапты, дүниеде қандай күнәлар істеген болсаңдар, әрине соның ғана сазайын тартасыңдар делінеді. ويستنبئونك أحق هو قل إن وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Олар сол азап рас па деп сенен сұрастырады. Оларға әрине Раббымның атымен ант етейін, шүбәсіз ол хақ. Сендер одан еш қайда қашып құтыла алмайсыңдар деп айт. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Иә, Алланы тиісінше танымай, оған өзгелерді серік етіп қосып, өз-өзіне қиянат жасаған әрбір жан сол кезде жердегінің бәріне бір өзі ие болып тұрса да, азаптан құтылу үшін қолындағысын түгелдей өтем ретінде ойланбастан берер еді. Олар өздеріне әзірлеген азапты өз көзімен көргенде іштей қатты опық жейді. Ол күні күллі жаратылыс арасында қарақылды қақ жарған әділдікпен үкім шығарылады һәм олардың ешбіріне титтей де әділетсіздік жасалмайды. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Біліп қойыңдар, күллі аспан әлемі мен жердегінің бәрі Аллаға тиесілі. Сондай-ақ Алланың уәдесінің хақ екенін де біліп қойыңдар. Алайда адамдардың көбі шынайы ілімнен бейхабар болғандықтан мұны да білмейді. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. Өліге жан бітіріп, өмір сыйлайтын да, тірінің жанын алып өлтіретін де бір өзі. Бәрің де оған қайтудасыңдар. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Адамдар, шүбәсіз сендерге Раббыларыңнан насихат, көкіректегі дерттерге шипа әрі мүміндер үшін тура жол мен рахым болған Ислам мен Құран келді. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Мұхаммед, оларға бұл тек Алланың шексіз шарапаты мен рахымының арқасы. Ендеше адамдар тек осыған ғана қуансын, өйткені бұл олардың бүкіл жиған тергенінен әлде қайда артық деп айт. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Сондай-ақ оларға Алланың өздеріңе түсірген ризығының бір бөлігін арам, енді бір бөлігін адал етіп алғандарың қалайде? Оларға сендерге олай істеуге Алланың өзі рұқсат етті ме, әлде Алланың атынан жалған сөйлеп тұрсыңдар ма деп айт. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Өздеріне үкім шығарып, Алланың атынан өтірік айтып жүргендер қиямет күні туралы не ойлайды екен? Шүбәсіз, Алла адамдарға шексіз шарапатын төгіп,
көп жақсылық жасаушы. Алайда, олардың көбі шүкіршілік етпеуде. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Уа Мұхаммед, қандай жағдайда болсаң да, Құраннан не оқысаң да, уа адамдар, не істеп, не нәрсемен шұғылдансаңдар да, сол бір іске кірісе бастағандарыңнан ақ. Бәріңді бақылап, куә болып тұрамыз. Мейлі жерде, мейлі көкте болсын, мысқалдай шаң тозаңындай нәрсенің өзі Раббыңнан жасырынып, қалтарыста қала алмайды. Тіпті одан әлде қайда кіші, яки анағұрлым үлкен не нәрсе болса да, оның ілімі мен назарынан тыс қалмайды. Өйткені бәрі де айқын кітапта нақты жазылған. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Біліп қойыңдар, расында Алланың әулие құлдар үшін әсіресе ақиретте ешқандай қорқыныш жоқ, һәм олар әсте мұңаймайды. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Олар шынайы түрде иман келтіргендер, һәм Аллаға қарсы келіп асы болудан сақтанып, өз міндетін толық орындайтындар. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Оларға бұл дүниеде де, ақиретте де сүйінші, Алланың сөздерінде һәм үкімдерінде өзгеріске жол берілмейді. Міне ең ұлы жетістік, ең зор табыс осы. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Уа Мұхаммед, олардың сөзі көңіліңе қаяу түсірмесін. Өйткені ұлылық пен үстемдік түгелдей бір Аллаға тән. Ол сәмиғ, бәрін естуші, әлим, бәрін толық білуші. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Біліп қойыңдар, күллі аспан әлеміндегі һәм жердегі саналы тіршілік иелерінің барлығы Алланың құлдары. Аллаға өзге жалған құдайларды серік етіп қосып, соларға жалбарынып, құлшылық ететіндер шын мәнінде оларға еріп жүрген жоқ. Олар құрға қоймен құр болжамның жетегінде жүреді. Сондай-ақ олар қу нәпсілермен бас пайдаларының ыңғайына қарай сөйлейді. Одан басқа түк демес. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. Тынығып демалуларың үшін түнді, айналаны еркін көріп тіршілік етулерің үшін күндізді жарық етіп жаратқан Алла. Әлбетте, мұнда Алланың сөзіне құлақ асатын қауым үшін көптеген ғибратты дәлелдер бар. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Сондай-ақ мүшриктер Алланың баласы бар дейді. Яғни мүшриктер періштелерді Алланың баласы деп сенетін еді. Жоқ, олай емес. Алла мінсіз, олардың айтқанындай жаратылыс атаулыға ұқсаудан аулақ.
Ол ғани, балаға да, еш нәрсеге де мұқтаж емес. Күллі аспан әлемі мен жердегінің барлығы Алланың иелігінде, һәм сендерде бұған, яғни Алланың баласы бар дегенге қатысты бірде-бір дәлел де жоқ. Сонда Алла жайлы өздерің нақты білмейтін, һәм оның ұлылығына лайықсыз нәрселерді айтып тұрсыңдар ма? قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Оларға Алла жайлы жалған, әрі лайықсыз сөз айтып жүргендер әсте оңбайт деп айт. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Олар ары кетсе, дүниедегі қу тіршіліктің өткінші қызығын көрер. Содан кейін барлығы біздің алдымызға қайтып келеді. Содан соң біз оларға үнемі күпірлік қылған үшін ауыр азаптың ащы дәмін таттырамыз. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله فتوكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. О Мұхаммед, оларға Нұх жайлы ғибратқа толы әңгімені айтып бер. Бірде ол қауымына: «Уа қауымым, егер менің араларыңда пайғамбар ретінде жүруім, Алланың аяттарын қайта-қайта естеріңе салып насихат айтуым сендерге ауыр тисе, біліп қойыңдар. Мен бір Аллаға тәуекел етемін. Сендер де бас қосып маған қарсы не істеп, қандай шара қолданатындарыңды келісіп шешіңдер. Қолдарыңнан бір келсе, екі қылыңдар. Һәм Аллаға серік етіп қосқандарыңды да жәрдемге шақырыңдар. Иә, солай істеңдер. Кейін бұл істерің сендерге қабат деген ай тегізіп, көкіректеріңде шер болып қалмасын. Содан кейін маған еш мұрсат берместен шығарған үкімдеріңді жүзеге асырыңдар деп айт. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Егер айтқан насихатымды құп алмай, сырт айналсаңдар, онда мен түкте жоғалтпаймын, өйткені сендерден ақы сұрамаймын. Менің сый-сияпатымды Алланың өзі береді. Мен бір Аллаға мойын сұнған мұсылмандардың қатарында болуға бұйырылдым деп айт. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Алайда қауымы оны тыңдамай өтірікшіге балады. Сөйтіп біз Нұхты әрі кемеде онымен бірге болғандарды топан судан құтқардық. Һәм оларды жер бетінің, оны көркейтіп, онда Алланың үкімін жүзеге асыратын халифалары қылдық. Ал аяттарымызды жоққа шығарғандарды құрдымға батырдық. Ендеше, алдын ала ескертілгендердің ескерту алса да, тура жолға түсіп, түзелмегендердің ақырының не болғанына қара. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Нұхтан кейін де көптеген пайғамбарларды өз қауымына жібердік. Олар қауымына ақиқаттың айқын дәлелдерімен, анық мұғжизалармен келді. Алайда қауымдары елшілер әкелген ақиқатты әу бастан-ақ өтірікке балап мойындамай,
қасарысып иман келтірмеді. Міне шектен шыққандардың жүрегін осылай мөрлеп тастаймыз. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Олардан кейін Мұса мен Харунды аяттарымызбен, анық мұғжиза дәлелдерімізбен Перғауынға және оның шонжарларына жібердік. Алайда олар да орынсыз дандайсып көкірек керіп иман етпеді. Сөйтіп күнәға белшесінен батқан күнәһар қауым болып қала берді. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Оларға бізден ақиқат, хақ дін келгенде, шүбәсіз бұл анық сиқыр деді. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Сонда Мұса оларға, өздеріңе келген ақиқат жайлы осылай дейсіңдер ме? Мынаны сиқыр деп тұрсыңдар ма деді. Расында, сиқыршылар әсте оңбайды, мақсат мұратына жетпейді. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Олар, ей Мұса, сен бізді ата-бабамыздың жолынан адастыру һәм бұл жердегі бар билік пен үстемдік екеуіңдікі ғана болу үшін келдің бе? Жоқ, біз екеуіңе әсте сенбейміз деді. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. Перғауын, Мысыр еліндегі білікті, шебер сиқыршылардың бәрін құзырыма шақырыңдар деп пәрмен қылды. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Сиқыршылардың барлығы келгенде, Мұса оларға, қолыңдағы лақтыратын нәрселеріңнің бәрін лақтырыңдар. Аянып қалмай бар өнерлеріңді ортаға салып, көрсететін сиқырларыңды көрсетіңдер деді. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Сиқыршылар қолындағы жібімен таяғын лақтырғанда, яғни сол арқылы елдің көзін байлап, ғажайып сиқыр көрсеткенде, Мұса, әкелгендеріңнің бәрі таза сиқыр, Алла сиқырларыңды түкке тұрғысыз етеді, нағыз көз бояушылық екенін баршаға білдіреді. Өйткені Алла, лаң салушы, бұзғыншылардың ісін әсте оңдырмайды деді. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Күнәһарлар қаламаса да, Алла ақиқатты өз сөзімен дәлелдеп үстем етеді. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Алғашында Мұсаға өз қауымынан бірен-саран жастардан басқа ешкім иман етпеді. Өйткені қауымы Перғауынның және оның шынжыр балақ, шұбартөс шонжарларының зорлық зомбылығынан қорқатын еді. Себебі Перғауын өз жерінде барып тұрған өктемшіл, әрі озбырлық жасауда шектен шыққандардың бірі һәм бірегейі болатын. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Мұса қауымына, уа қауымым,
егер Аллаға шынымен иман келтірген болсаңдар, егер оған барынша берілген толық бағынған шын мұсылман болсаңдар, оған тәуекел етіңдер деді. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين. Сонда қауымы, ішіндегі шынайы мүміндер, біз бір Аллаға тәуекел еттік. Уа Раббымыз, бізді мына залымдардың зорлық-зомбылығына ұшыратып, ауыр сынаққа душар ете көрме. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Һәм шексіз рахымыңмен бізді кәпір қауымның қанды шеңгелінен құтқара көр деп жалбарынды. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Мұса мен бауырына, қауымдарыңа арнап, Мысырда пана тұтып, Алла жолында бас қосатын бірнеше үй әзірлеңдер, әрі үйлеріңді құблаға қарап, құлшылық ететін орынға айналдырып, намазды кемеліне жеткізіп үзбей оқыңдар. Уа Мұса, мүміндерді сүйіншіле деп уахи жібердік. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Мұса, уа Раббымыз, сен перғауынға және айналасындағы шонжарларына осы дүниеде көздің жауын алатын сән салтанат, һәм мол байлық бердің. Уа ұлы Раббымыз, олар осының нығметтердің буына мастанып, нәтижеде ел жұртты өзіңнің тура жолыңнан тайдыруда. Уа Раббымыз, олардың мал мүліктерін, байлықтарын түгін қалдырмай құртып жібер, жүректерін одан сайын тас қылып қатайта түс. Олардың жайы белгілі, олар ауыр азапты өз көзімен көрмейінше иманға келмейді деп жалбарынды. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Алла тағала екеуіне дұғаларың қабыл болды. Екеуің бұдан бұлайда тура жолды ұстанып, өз міндеттеріңді атқарыңдар. Ақиқатты білмейтін парықсыздардың жолына түсіп, соңынан ермеңдер деп бұйырды. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Сөйтіп, Исраил ұрпақтарын теңіздің арғы бетіне өткіздік. Сол кезде перғауын мен әскерлері қаны қарайып, олардың соңына түсті. Исраил ұрпақтары түгелдей теңіздің арғы бетіне өтіп болғаннан кейін, оларға жол ашып, қағайырылған теңіз суы қайта қосылып, перғауынды жұта бергенде, ол Исраил ұрпақтарының иман келтіргеннен басқа құдай жоқ екеніне иландым. Мен енді оған жан тәніммен бағынған мұсылмандардың бірімін деді. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Енді ғана ма? Расында сен бұдан бұрын үнемі Аллаға қарсы келіп, асы болдың. Һәм лаң салушы, бұзғыншылардың бірі һәм бірегейі болдың. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية
وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Biz бүгін, соңғы сәтте болса да иланғаның үшін, һәм өзіңнен кейінгілерге өнеге әрі дәлел болсын деп, тәніңді теңіздің түбінде шірітпей, аман алып шығамыз. Шынында, адамдардың көбі, біздің аяттарымыздан, ғибратқа толы дәлелдерімізден ғапыл, бейхабар. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Біз Исраил ұрпақтарын Перғауынның шеңгелінен құтқарған соң, құтты да мүбәрәк мекенге орналастырдық, һәм оларға адал да пайдалы алуан түрлі ризық нәсіп еттік. Олар өздеріне иләһи ілім, Тәурат келгенге дейін, өзара алауыздықпен, қайшылыққа түспеген еді. Алайда иләһи ілім келгеннен кейін, күндестік пен бақталастықтан араларында алауыздық пайда болды. Шүбәсіз, Раббың қиямет күні олардың өзара қайшылыққа түсіп, таласып тартысып жүрген мәселелеріне қатысты кесімді үкімін шығарады. فإن كنت في شك مما أنزلتنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Уа Мұхаммед, саған түсіргендерімізге, яғни Мұса мен Перғауынның оқиғасына қатысты, қандай да бір күмәнің болса, өзіңнен бұрын иләһи кітап оқып жүргендерден сұра. Шүбәсіз, саған Раббыңнан ақиқаттың нақ өзі келді. Олай болса, бұл мәселеде күмән келтірушілердің қатарына қосылма. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Сондай-ақ, Алланың аяттарын жалғанға шығарғандардың қатарына қосылма, әйтпесе зиянға ұшырап, қасірет шегетіндердің бірі боласың. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. Күпірлікте қасарысқан үшін, Раббыңның кесімді үкімімен жазаға бұйырылғандар бар ғой. Міне солар әсте иман етпейді. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Тіпті оларға барлық дәлелдер мен мұғжизалар келсе де, жан төзгісіз азапты өз көзімен көрмейінше, бәрібір иман етпейді. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Алла азаптаймын деп пәрмен қылғанда, бірден иман келтіріп, сол иманының пайдасын көрген ең болмаса бір елді мекен болса етті. Өкінішке қарай, адамзат тарихында мұндай жайт жоқтың қасы. Тек Юнус пайғамбар қауымының жөні бөлек. Олар дереу тәубеге келіп, иман келтіргенде өздерін бұл дүниеде қор қылатын, төбелеріне төніп келе жатқан азаптың бетін қайтардық. Сөйтіп белгілі уақытқа, яғни ажалы жетіп, дәм тұзы таусылғанға дейін жарық дүниенің қызығын көруіне мұрсат бердік. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Егер Раббың қаласа, жер бетіндегілердің барлығы жаппай иман етер еді. Олай болса, сен адамдарды мүмін болуға күштеп көндірмекпісің.
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Алланың рұқсатынсыз бірде-бір жан иманға келмейді. Ал ақылға салып ойланбайтындарға келсек, Алла оларға шайтанды айдап салады да күпірлікпен жазалайды. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Уа Мұхаммед, оларға күллі аспан әлемінде және жерде не нәрселер бар екеніне, һәм не болып не қойып жатқанына зер салып қараңдар деп айт. Алайда мұншама белгілер, дәлелдер һәм ескертулер иман етпеуге бел буған қауымға не пайда береді дейсің? فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Олар мына түрлермен өздерінен бұрын өткендердің басына туған азапқа толы, жойқын күндер сияқты алапат күннен басқа не күте алады? Ендеше оларға күтіңдер, расында мен де сендермен бірге әліптің артын бағудамын деп айт. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Нәтижесінде біз сондай алапат күні елші пайғамбарымызды және оларға иман келтіргендерді бұрын соңды қалай құтқарған болсақ, дәл солай құтқарамыз. Бізге жарасатын һәм үнемі істеп келген ісіміз ретінде мүміндерді әрдайым пәле жаладан, қиын жағдайдан құтқарамыз. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Уа Мұхаммед, күллі адамзатқа, уа жарандар, егер менің дініме қатысты қандай да бір күмәндарың болса, біліп қойыңдар. Мен сендердің Алланы былай қалдырып, табынатын нәрселеріңе әсте табынбаймын. Алайда мен барлығыңның жандарыңды алатын бір Аллаға ғана табынамын. Мен мүміндердің қатарында болуға бұйырылдым деп айт. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Сондай-ақ, маған былай деп бұйырылды. Жалған сенім атаулымен, екіжүзділіктен ада болған пәк сенім таухидты берік ұстанған күйде, хақ дін исламға жан тәніңмен бет бұр, мүшриктердің қатарына қосылма. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Алладан өзге өзіңе пайда да келтіре алмайтын, зиян да тигізе алмайтын нәрсеге жалбарынып сыйынба. Егер солай істейтін болсаң, сөзсіз ауыр күнәға батып, өз-өзіне қиянат жасаған залымдардың бірі боласың. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Егер Алла басыңа қандай да бір ауыртпалық түсіріп, саған зиян келтірсе, оның бетін одан өзге ешкімде қайтара алмайды. Ал егер саған қандай да бір жақсылық қылса, оның жақсылығына тосқауыл қоятында ешкім жоқ. Ол жақсылығын қалаған құлына нәсіп етеді.
Ол ғафур, өте кешірімді, рахим, мүмін құлдарына ерекше мейірімді. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Уа Мұхаммед, адамдар, міне сендерге Раббыларыңнан хақ дін келді. Ал енді кім хақ дінді таңдап тура жолға түссе, сөзсіз, өз пайдасы үшін тура жолға түскені. Ал кім күпірлікті таңдап алса, өзінің зиянына адасады. Мен сендер үшін жауап беретін кепілшілерің емеспін деп айт. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Сен өзіңе не уақи етілсе, соған ер, һәм Алла өз үкімін шығарғанша сабырлық таныт. Ол үкім шығарып, билік айтушылардың ең жақсысы.